Саяси реформаның аясында парламентте үлкен өзгеріс жасалатыны белгілі болды. Бірақ бүгін ертең емес, оған кем дегенде бірер жыл дайындықпен заңнамалық негіз қалыптастырылуы керек. Дегенмен, саясатта жүргендердің ішінде осы бастан қам жасайтындары болатыны түсінікті. Осындай әрі-сәрі кезде депутаттардың ой пікірмен бет алысын білу өте қызық. Неге KZ ақпараттық сараптамалық порталы анау-мынау емес, бір өзі төбе дерлік депутат Ермұрат Бапиден көлемді сұхбат алып жариялады. Әрі мұнда Бапидің болмысы мен ұстанымы кеңінен ашыла түскен. Ендігі көзқарасы да, ұстанымы да, саясаткер ретіндегі іс-әрекеті де жасына лайық болатын сыңайлы. Әр нәрсеге көзқарасымен араласуы байсалдылыққа жақын өлшемге және нәтижелі қорытындыға негізделетін сияқты. Мақаладан Бапидің халықтың мүддесі мен болашаққа қарасты жаңа қыры байқалады. Кеш жарық ағайын, бұл неге ақша бағдарламасы? Сұхбаттың ішінен депутат Ермұрат Бапидің жауаптарын әр жерінен теріп назарларыңызға ұсынамыз. Себебі тұтас беруді шығарылымымыздың форматы көтермейді. Мынадай әңгімелер бар. Мен жақтан партия құру туралы сөз болған жоқ. Партия құрудың қияметін кеңірдектен татқан адаммын. Біріншіден, өзіңіз айтқандай ақша қажет. Ақша болғанда өте көп ақша керек. Ондай көп ақшаны Қажыгелдин де бере алмайды. Оның да 1999 жылы РНПК-дан кейін партия құруға ниеті бар деп айта алмаймын. Біз адым аттасаң, ақшасыз жүре алмайтын нарықтық елде тұрамыз. Жалаң ұранмен партия құрылмайды. Екіншіден, құрылған партияны тіркету әлегі адам айтқысыз. Ол әлекті Болат Әбіловпен бірге Азат партиясын, кейіннен ЖСДП Азат бірлескен партиясын тіркету кезінде көрдік. Жоқ, партияны сол 2022 жылдан кейін қоғамға жаңадан келген жастар құрсын. Олардың демократиялық романтизм бұрқырап жүр ғой. Біздің ғұмырға партия ойыны жетеді. Мен партиялық негіздегі сайлау жүйесін қолдағанда өз басым үшін емес, қоғамның келешегі үшін айттым. Біз жуық 10 жылдың арғы бергі төңірегінде бұл жүйеге жүгінуге бәрібір мәжбүр боламыз. Бұл әлем жүріп өткен әлемдік саясат жүріп келе жатқан жол. Басқа жолды ешкім ойлап тапқан жоқ. Таза бір мандатты сайлау жүйесі қоғамды саяси пәтерлерге топтастыратын күш бола алмайды. Басына би болған дейтін Абай атамыздың сөзі дәл осы арада лайықты айтылған сияқты. Парламентке оппозициядан келдіңіз, бірақ қазір өзіңізді оппозициялық көзқарастағы депутатпын деп санайсыз ба? Нақты қандай заң жобаларына қарсы шықтыңыз, немесе қандай заңдардың қабылдануына жол бермеуге тырыстыңыз деген сұраққа орай, бұл менің саяси ұстанымдар шекарасын айқындайтын сұрақтың күрделі күрмеуі. Оппозициялық көзқарастағы депутатпын десем, бұған дейін президент Тоқаевтың саясатын қолдауға келдім деп айтып жүрмін. Президентті қолдап, оған оппозицияда болу мүмкін бе? Сондықтан менің қазіргі саяси күй жағдайым мемлекетшіл саясаткердің ұстанымына көбірек сәйкес келеді деп ойлаймын. Қоғамның билікпен бітіспес тобының алдында репутациялық тұрғыда зардап шексем де турасын айтайын. Бұл ұстанымның қысқаша мәні мынадай. Қасым-Жомарт Тоқаевтың өзі бастамашыл болған өзгерістердің бір пұшпағына сеп бола жүріп, тұтас билікті реформаға қарай қамшылау, қоғамды жасампаздыққа жұмылдыру, ертеңге ерегеспен емес, естілікпен ұмтылу. Бүгінгі жағдайда дамудың басқадай жолы жоқ екен, даурықпай түйсіне білу керек. Далбаса дабырадан түк шықпайды. Далаңдаған бұл жолдан мен өтіп кеткенмін. Енді сабырлы, салиқалы, бітімгер, мәмілелі жол іздеп көрелік. Одан да түк шықпаса басқа амал жоқ. Амал жоқ дейтін себебім, бүгінгі қоғамда билікпен бәсекеге түсерліктей біріккен күш жоқ. Шашыраңқы оппозициялық саясаткерлер бірегей саяси ұйымға айнала алмады. Мұндай жағдайда биліктің ішіне кіріп, қоғам мүддесіне сәйкес конструктивті мәміле іздеуден басқа амалды көріп тұрған жоқпын. Сіздің қолыңыздан келер еді ғой, қоғамның сауатты һәм салауатты тобын сондай бірегей ұйымға топтастыруға тырысып көрмедіңіз бе деген сұраққа орай, көрдік. РНПК партиясын алғашқы ДВК-ға, Азат партиясын ЖСДП-ға қосып, алғамен біріктіру әрекетінің басқасында болғандардың бірімін. 2019 жылдың жылымығынан кейін қоғамда пайда болған салауатты саяси күштерді ЖСДП-ға қосудың
күйбеңін көрдім. Ақыр соңында бұл бастамаға қоғам мыңқ етпеді. Нәтижесінде партияның саяси сатқын активі КНБ-мен бірігіп өзінді төрағалықтан төңкеріп тастады. Бұл қоғам алдындағы саяси қылмыс болса, мен үшін үлкен жүйкелік соққы болды. Қаңтар оқиғасынан кейін Рысбек аға Сәрсенбайұлы мен белгілі бизнесмен азамат Болат Әбіловпен бірге біздің таңдау партиясын құрып көрдік. Нәтиже қандай? Әлде біз қоғадай қоғамды соңымыздан ерте алмадық, әлде самарқау қоғам бізге ермеді? Мен қолымнан келген азаматтық арым жетелеген әрекеттің бәрін жасап көрдім. Бұдан артық бұл қоғам маған өл дей ме? Қоғамның алдында менің қарызым жоқ, бірақ азаматтық және перзенттік парызым бар. Депутаттық қызметтегі менің қазіргі мемлекетшіл саясаткерлігім осы парызға тікелей қатысты деп ойлаймын. Өзіңіз атқарған істерге қатысты нақтылап айтсаңыз деген сұраққа орай нақтылап айтсам, популизм қуып кетті деп жазғыратын ағайындардың табылуы әбден мүмкін. Депутаттың атқарған ісіне көңілі толмайтын, өзінен сөзі ұзын қазақпыз ғой дегенмен сұрағыңызға сұрақпен жауап берсем, халық қазынасынан ұрланған активтерді елге қайтару мәселесі жөнінде менен артық айқай салған кім бар? Елдегі теріс дін ағымдарына қарсы шығамын деп салафизмнің жақтастары мен әлеуметтік желідегі боттардың боқтығына тап болған басқа кімді айта аласыз? Бүгінде саяси тұтқындар деген атаумен сотты болып түрмеде отырған азаматтарға кім барып жүр? Референдумда АЭС-ке қарсы шығып заңға тартылған азаматтарды түрме жазасынан құтқаруға араша түскенімді кімге мақтан қылайын? Сөз жоқ, әлбетте, заң жобаларын талқылау барысында концептуалды және принципті мәселелер бойынша келіспеушіліктер болып тұрады, бірақ елдік және мемлекеттік мүдде тұрғысында бітіспес, ерегес болуы мүмкін емес. Біздің елдің жағдайын ерегеспен емес, мемлекетшілдік мүддемен шешудің қамына қарайлас болуымыз керек. Жоқ, мен қазір желден жеріп жүрмін. Бүгінде өтте аз жазамын. Жартасқа бардым, күнде айғай салдым дегендей әбден шаршадым. Желде есіп отыратын дивани данышпандар сөйлесін. Біздің жанашыр пікірімізді қаскөйлікпен қабылдайтын қотыраш қоғам білген істесін. Шыным осы. 30 жылға жуық оппозициялық қозғалыста жел диірменімен алысып жүріппін. Тағы сонша уақыт арпалысуға ғұмырым жетпейді. Ал мен өз қызметіме қандай өлшеммен қарайтынымды депутаттыққа дейін қаңтар оқиғасынан кейін анықтап алғам. Ол жөнінде біраз сұхбаттарымда біршама айттым, енді оны қайталай бергім келмейді. Қоғамда конструктивизмнен басқа қолайлы қайла жоқ. Әблязовтық ұранға қоғам қоғадай жапырылып ермейді және одан оң нәтижеде болмайды. Бұл да ескі Қазақстан сияқты реваншистік пиғыл. Отырған орнымызды тас-талқан етіп, қирандыға жаңа қоғам орнатуға мұршамыз жоқ. Біріншіден, төңкеріспен жүргенімізде жасанды желінің жетегінде желіп, көкжиектен асып бара жатқан әлемдік көштен кеш қаламыз. Біз талай көштен кенде қалған елміз, ал бүгінгі таң атса күн бататын зымыраған заманнан кенде қалу кешірілмес ағаттық болады. Екіншіден, бізде төңкеріс жасайтын күште, ондай күшке бірігу құлқы бар халықта жоқ. Екі таңдаудың қолдан келетін және төте жолына түскен жөн. Міне менің өлшем түсінігім және саяси ұстанымым осындай. Біздің қиындықтың еселенетін себебі қымбатшылық қамытын киген халықтың үйіне кірген кірістің тең жартысына жуығы той өткізуге немесе диагоналы 2 метрлік телевизор сатып алуға жұмсалған кредитті жабуға кетеді. Тағы бір бөлігі баласының ақыл оқуын төлеуге жұмсалады. Енді біразын кәсіпкер жеп қояды. Қалғаны тамағы мен тұрмысына жетпейді. Осы шындықты неге мойындамаймыз? Біз даңғазалық пен қымбатшылықты қатар қойып неге салыстырмаймыз? Бізде халықтың жалақысы төмен, бірақ солай бола тұрса да, биыл жазда Алакөлдің жағасында жыпырлаған халықтан жамбас басар жер табылмағанын өз көзіммен көрдім. Қырғыздың ыстық көлінің жартысын қазақтар жаулап алған. 160-тан астам әлем елдері арасында Түркияға сапарлаудан біз
9-шы, Эмиратта демалудан 12-ші орын алады екенбіз. Міне, біздегі қымбатшылықтың түрі. Әзірге менің депутаттық қызметіме көңілім толмайды деп шағымданған халық болған жоқ. Ішінде шынтақ айналмайтын, егінің астынан басқа кеңістікті көре алмайтын бірлі-жарым қызыл көз қазақтар бар шығар. Мандатты тапсыру жауапты азамат үшін баланың ойыны емес. Бұл үлкен бір саяси оқиғаларға сәйкес наразылықтың негізінде жасалатын шешім болуы тиіс. Арнайы сіздер үшін неге ақша бағдарламасы? Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.